Бұл медитация тыныс алу техникасы арқылы алдымен денедегі стрессті төмендетеді. Кейін белгілі бір уақытқа сыртқы алсапыран әлемнен алыстатып, сені тыныштық пен жайлылықтың мекеніне жетелейді. Керемет күш-жігерге толтырады. Ал енді тыныш жерге орналасып, ыңғайланып отыр да көздеріңді жұма қой. Денеңді барынша босатуға тырыс. 3 рет терең дем ал. Мұрныңмен терең тыныс алып, тынысты аузыңмен ақырындап шығар. Жай тыныс алған сайын сен жайлылықты сезінесің. Әрбір демді алған сайын кеудеңнің көтерілгенін, демді шығарған сайын кеуденің кішірейгенін байқайсың. Дем алған сайын ішіңнің тартылады. Дем шығарған сайын көтеріледі. Әрбір демді алып шығарған сайын дененің әсерін сезінесің. Денең әсер еткен сайын босаңсиды, тынышталады. Денең тыныштанған сайын медитативті қалыпқа енесің. Бұл сенің медитативті күйің. Ал енді өзіңнің назарыңды ішіңдегі мазасыздыққа, қорқыныш сезіміне аудар. Есіңе салайын, негізінде ол энергия. Саған берілген. Ол энергия саған бір нәрсе жасау үшін немесе бір нәрсені түсіну үшін берілген. Сен оны осы әлемге жарыққа шығармайынша, ол сенің денеңде немесе санаңда тұрады. Сен оны әрдайым сезіп жүресің, ауырлықпен, көңіліңді жабырқатумен. Қазір елестетші, әуелі осы мазасыздықтың, қорқыныш сезімінің денеңнің қай бөлігінде екенін сезіледі. Жақсылап анықтап алайық. Мүмкін кеудеңде болар, ішіңде ме, немесе тамағыңда, әлде басыңда белгілі бір ой ретінде тұрған шығар. Анықтап алғаннан кейін дәл сол жеріңде белгілі бір есік немесе терезе ашылғанын елестетші. Және сенің денеңдегі ауыр мазалайтын сезім шыға бастайды. Сен кәдімгідей сол энергияның өзіңнің денеңнен шығып жатқанын сезесің. Түсі қандай, болмысы қандай, неге ұқсайды? Кәдімгідей сен осы энергия шығып жатыр. Сен осы энергиядан босап жатырсың. Ол көп шыққан сайын сенің жаның рахаттанып, тыныштыққа бөленеді. Сосын сен сол энергияға
былай деп айтасың. Дауыстап немесе ішіңнен айтсаң болады. Сен енді боссың. Менен босап, өз жолыңа бар. Әлемді түрлендір, безендір. Керемет дүниелер жаса. Маған идеялар әкел. Мен сені осы әлемге босатамын. Сен бір себеппен маған келдің. Маған не үшін келгеніңді түсінуге көмектес. Дәл осы сәтте ол энергияның сенен шығып жан-жаққа, кеңістікке тарап жатқанын көресің. Ол жоғары көтерілуі мүмкін, төмен түсуі мүмкін. Бұл таңғажайып процесс. Сенің энергияң кеңістікке беріліп жатыр. Ол өз орнын тауып, жаңа нәрселер жасау үшін барады. Сен үшін, адамдар үшін, мүмкін бүкіл әлем үшін. Оның қалай сенен шығып жатқанын бақылау барысында сен жеңілдік, тыныштық, еркіндік сезіміне бөленесің. Бұл сенің балғын, сабырлыққа толы, жеңілдік сезімің. Ол әрдайым сенімен бірге болады. Бұл өте керемет. Енді сол энергияның толықтай өз денеңнен шығып, босағаныңды сезгенде, қайтадан тынысыңа, денеңе назар аудару арқылы сен осы бөлмеге, осы сәтке қайта ораласың. Кеуденің қалай көтеріліп, қайтадан орнына түскенін бақылап соған назар аудар. Және аяғыңды, қолдарыңды сезін. Дайын болған кезде асықпай көздеріңді аша қой. Қош келдің.